Тамима деген көз, тұмар, талисмандар тағу мәселесі. Талисман дейміз, амулет дейміз ғой, былай айтқанда мойынға сондай бір мені қорғап жүреді, мені сақтап жүреді деген сияқты нәрселерді тағудың үкімі дейді. Ва тукраху ат-тамимату. Бұл көз тағу макрух тахриман деп аталады. Яғни харамға жақын макрух. Я көз тағып неге? Ва хия ол да дейді. Харазатун канатил араб туаллиқуха. Арабтар оны тағатын болған дейді. Бұрын. Арабтар тағатын болған екен бұрын бұл талисман секілді нәрсені. Аля ауладихим. Кімге тағатын болған? Балаларына дейді. Балалардың мойнын тағып береді екен. Яттақуна бихал айн. Және ол таққан нәрселері оларды көзден сақтайды деп ойлаған дейді. Фи заъмихим, олардың ойларынша. Олардың сенімдерінде сол мойнына тағып берген көз оларды көзден сақтайды деп ойлаған екен. Фа абталахал ислам, ислам келді да оны жоққа шығарды дейді. Яғни ол дұрыс емес екендігін көрсетті. Жақсы ма? Өте жақсы. Ва фил ханияти, хана деген кітапта келеді дейді. Имраатун арадат ан тадаа таъуизан. Бір әйел қаласа, нені қаласа? Ан тадаа таъуизан, мойнына тұмар тағуды қаласа. Және ли юхиббаха заужуха, күйеуі жақсы көріп жүрсін мені деп тақса. Яғни былай айтқанда күйеуін дуаласа деген сияқты ғой. Мені күйеуім жақсы көріп жүрсін деп соны оқытып күйеуінің мойнына тағып қойса, немесе өзінің мойнына тағып алатын болса, онда анна залика харамун ла яхиллу. Расында бұл нәрсе харам, халал болмайды дейді. Құдай сақтасын, сондай өзіңіздің сондай күйеуіңізге немесе басқа біреуге мені қаратып алу үшін мындай дуалауға, басқа нәрсе жасауға болмайды екен.